Сәлем жүлерім. Өткен видеоның жалғасы адам не үшін жаратылған. Өткен видеода біз адамның не үшін жаратылғанын айтып өттік. Бақытты болу үшін, бақытты болып, рахат өмір сүру үшін. Рахат өмір дегенді де айтып өттік. Адам үш нәрседен рахат алады. Енді бақыт деген не? Соны талқылайықшы. Бақыт деген бұл өзге адамдардың ойларынан тәуелсіздігі. Біз бақыт сезімін басқа адамдардың ойынан тәуелсіз болған кезде ғана сезінеміз. Яғни свобода дейді ғой, бостандық, ішкі бостандық сезімін сезгенде ғана бақыттымын деп айта аламыз. Қаншама заттар сатып алғанда, қаншама жұмыс істегенде, адам болсын, қасымыздағы жұмыс, оның бәрі не важно, оның бәрі значение не имеет. Себебі көптеген мыңдаған адамдар жұмыс тапқан, күшті жұмыс тапқан, жақсы ақша табатын адамдар бақытты емеспін деп психологқа келіп тұрады. Неге олай? Өзін таппаған, өзінің ішкі дүниесіне сенбейтін адамдар бұл. Ішкі дүниесін ізденіспен айналыспайтын адамдар. Яғни, өзін бос, еркін сезінетін адам шынымен бақытты деп айтса болады. Біз былай қарап тұрсақ, көп нәрсеге тәуелдіміз. Полностью басқа адамдардан тәуелсіз болу мүмкін емес. Себебі біз светке төлейміз, мысалы. То есть энергокомпанияларға тәуелдіміз. Біз жұмыста өзіміздің коллективімізбен қарым-қатынас құрамыз. То есть полностью ешкіммен тәуелсізбін мен, ешкіммен общаться етпеймін, мен өз-өзімен жүрем деп айта алмаймыз. Қоршаған ортада жақындарымыз бар. Магазин, не болсын, заправка болсын, везде адамдар бәрінен біз тәуелдіміз в том или ином варианте. Басқа адамдардың ойынан тәуелсіздік деген сөз, бұл өзімнің не істегім келеді, соны істеймін деген ой. То есть, мысалы, сіздің ойыңызға, мысалы маған да өзімді пример қылып алайын. Ұзақ уақыт бойы мен YouTube канал түсірем деген ойым давно болған менде, бірақ мені достарым көріп қояды ғой, деп ұялып жүргенмін, түсірмейтін видео. Сосын біраз уақыттан кейін жай бастадым. Өзімнің орысша каналым бар, астында сілтеме жасап қоямын, соны көрсеңіз болады. Сол каналды аштым. Түрлі видеолар түсіретін болдым. Бірақ кейін видео түсірген сайын влог түсіргім келді. Влог деген бұл күнделікті өмірді көрсететін видеолар, бейнелер. Оны түсіруге ұялдым. Сосын өзімді жеңіп, осы қасиетті жеңіп, ұялу деген нәрсені мен бәрібір влогты түсірдім. Влог осы каналда қазақ тілінде сілтеме жасап қоям. Бұл бірінші влог емес. Алдында мен тағы да 2-3 влог түсіргенмін, бірақ мен оларды видеоға, каналыма қойған жоқпын. Орыс каналымда да, қазақша каналымда да қоймадым, себебі мен ұялдым, маған ұнамады. Өзім ұнамадым камерада. Себебі тырысып тұрмын, ұялып тұрмын, ал мен вообще ұялғым келмейді. Ұялу деген нәрсені постоянно өзімде жеңіп тұрамын. Осы ұят деген нәрсе бұл басқа адамдардың ойына тәуелділік деген сөз. То есть қараңыз, мысалы, неде көрсетсем болады? Осы дәптерде көрсетейін. Қараңыз, міне дәптерде таза қағаз. Қағаздың ортасында центр бар дейік. Осы сіздің өміріңіз. Мынау дәптер, мынау парақ, бұл сіздің өміріңіз. Мынау жерде центрде сіз орналасқансыз. Сіздің ойларыңыз, сіздің мақсаттарыңыз, армандарыңыз, опыт бәрі осы жерде, центрде сізсіз.
егер мысалы бір нәрсені бастайын десеңіз, бір тірлік болсын, бір іс болсын, даже просто әйелдерде мысалы новый макияж или новый прическа жасап, әдемі көйлек киюге ұялатындар бар, каблук киюге ұялатындар бар. Жұрт не айтады, мынау немене киіп алған деп айтады деп ойлайды. Бірақ на самом деле жұртқа пофиг. Жұрттың өзінің проблемалары өте көп. Я 5-6 секунд сізді ойлауы мүмкін, соседтер обсуждать етуі мүмкін. Дальше все, человек начинает думать о своих проблемах, өзін ғана ойлайды. И біз ойлаймыз, біз негізі эгоистпіз. Себебі біздің ойымызша бәрі осы, жұрттың бәрі тек бізді ғана ойлайды екен. Сонда біз сол басқа адамдардың центрінде жүрген сияқтымыз ғой. Центр жизни, да, вот мен шолпанмын, да, мен влог түсіруге ұялатынмын. И как будто мен туралы азаннан кешке дейін ойлайды ғой сол адамдар, да. Вот сондай ой получается, это гордыня называется, это эгоизм. Вот, когда біз жұрт не айтады деп ойлаған кезде, біз өзіміздің өмірімізден, центрден, өзімізді аламыз да, лақтырып тастаймыз и басқа адамды қоямыз мынақа. Жұрт не ойлайды дегенде біз на самом деле, мысалы, Африкадағы адамдар не ойлайды деп ойламаймыз ғой, или США-дағы адамдар. Жұрт деген кезде біз конкретный адамдарды ойлаймыз. Қандай адамдар? Давайте сузим круг. Соседтер не ойлайды дейміз. Туыстар не ойлайды дейміз. Туыстар, қазақтың туыстары өте көп. Конкретно, қандай туыстар? И туыстардың ішінде буквально 5-6 адам шығады. Мынау двоюродный әпкелерім, ағаларым, мынау жиендерім, тағы да бөлелерім, құдалар. Вот солардың ішінде, олардың бәрінен қорқпаймыз ғой біз. Конкретно біреулердің ойларынан қорқамыз. Сосын ең жақындарымыздан қорқамыз. Күйеуім не айтады, әйелім не айтады, әпкем не айтады, ағам не айтады, ата-анам не айтады соңында. Осылардың мнениясы бізге өте важный. Бірақ сонда да біз центрімізге, получается, өзімізді лақтырып тастаймыз, сол адамдарды қоямыз. Хотя бұл парақша, бұл біздің парақшамыз. Ол адамдардың, ол кісілердің өздерінің парақшасы бар. Құдай әркімге өмір берген, таза қағаз берген. Солардың өздері центрде болу керек. Біздің өмірімізде біз өзіміз центрде болу керекпіз. Басқа жұрттың ойынан қорққан кезде өзімізді лақтырамыз. Итак, келесі не айтайын деген едім мен? Қараңыздар. Біз өткен видеода мен айттым, үш нәрседен рахат аламыз. Үшінші бұл күнделікті өмірдік рахаты. Екіншісі жаңалықтар енгізген кезде. И біріншісі бұл өз жолымызды тауып, соған сеніп, сол өмірді сүрген кезде, сол ұнататын өмірді құрастырған кезде рахат сезімін қабылдаймыз, рахат сезімін сеземіз, да? Так вот, қараңыз, жаңалықтар енген кезде, бұлардың бәрін жаңалықтар енгізу десек те болады, жаңа нейрондар енгізу. Осы кезде біз определенный қиыншылықты жеңеміз, өзіміздегі қиыншылық сопротивлениеден өтеміз. Осы, мысалы, жаңа спорт, вообще өмірімізге спортты енгізген кезде біз өте көп қиыншылықтарды жеңеміз. Ішіміздегі сопротивление, мысалы, азанда тұру, например, азанда егер жұмыстың алдында спортқа барсаңыз, немесе жұмыстан кейін спортқа барсаңыз, тоже өзімізді жеңеміз, себебі жай телевизорде рахаттанып, телевизор көріп жатқан орнына киімдерімізді жинап, волямызды жинап, сол спортзалға барамыз. Бұл өзімізді жеңу деген сөз. Басында қиын болып тұрады сол жаңа нейрондық байланысты енгізу. Одан кейін бұл уже күнделікті өмірдің қатарына кіреді. Например, азанда күнде тіс жуу бұл норма, кешке тіс жуу бұл норма. Сол сияқты спортта нормаға өтеді. Кейін жаңа тіл енгізесіз. Ағылшын тілін үйренгіңіз келеді, мысал үшін. Басында қиын болады, соған уақыт жаратам ба, лучше бы я там полежал, в сотке покопался, кино посмотрел. И вот сопротивление, что-то неохота,
бір-екі күн қызық болады да, үшінші, төртінші күн жалғастыру уже қиын, уже напряжение болады. Осы напряжениедан өткен кезде өте үлкен рахат сезімін сеземіз. Осыны айтуға, өткен видеода ұмытып қалыппын айтуға. Енді тағда не қосайын деп едім? Ой, менің диктофоным жазылып жатыр ма? Қараңыздар, қоғамда бізге әртүрлі мақсаттар енгізілген. Бәрі әйтеуір біледі, адам не үшін туылды деп сұрасақ, мысал үшін, адамдар не дейді? Бір дұрыс ответтер іздейді. Типа, қоғамға жұмыс жасау, семья асырау, тұқым қалдыру, құдайға, отанға қызмет жасау. Бұның бәрін тыңдаған кезде, я, дұрыс қой, осындай болу керек қой, это правильно деп ойлаймыз. Да, и слышится правильно бұл мақсаттар. Бірақ бұл мақсаттардың бірінші мотивациясын табу керек. Не үшін мен қоғамға жұмыс жасаймын? Не үшін маған семья қажет? Не үшін семьямды асыраймын? Не үшін құдайға қызмет жасаймын? Не үшін, вот любой тірлікте не үшін маған бұл керек деген кезде шын ответ беру керек. На самом деле, көбінесе адамдар қоғамға, мысалы, не үшін жұмыс жасайды? Служить обществу, да, мысалы, быть полезным. Зачем? Чтобы казаться хорошим человеком. Атымызға кір өтпесін деп, бәрі бізді мақтасын деп, бәрімізде жұрттың көзінде ұятқа қалмау үшін, семьямызды ұятқа қалдырмау үшін дейді. Сондай мотивациямен істейміз. Бірақ рано или поздно өзіміз, бұл мотивацияда бақыт жоқ. Рано или поздно бұндай мотивациямен істелген тірлік просто вот лопается. Ешқандай бізге қызық нәтиже келмейді бұндай опыт. Сонда ең рабочая мотивация бұл не только быть полезным обществу, да, любой тірлік жасаған кезде, но также бұл тірлік маған, лично маған рахат әкеледі ма? Лично мені бақытты қылады ма? Сонда біз, особенно вот қазақ қоғамы жұртқа қызмет көрсету дегенді жоғары қояды. Өзінен жоғары қояды. Өзінің тірліктерінен жоғары қояды. Біреу бір нәрсе сұраса, өзінің тірліктерін тастап, соны күн ғана істеп, одан кейін рахметін күтіп тұрады. Өмір өткеннен кейін ана мысалы күтіп тұрады, балдарыма қанша күн ұйықтамадым, қанша нәрсе істедім, рахмет қайда? Ата-ана сөйтіп ойлайды, туысқандар сөйтіп ойлайды, рахмет күтеді. Неге? Потому что олар өзін жертвовать етті, өзінің өмірін жертвовать етті басқа адамдар үшін. Өзін төбеге қоймаған, өзін төбеге қою деген, это не значит, типа, мен крутоймын, сендер бәрін лоқсыңдар, типа, ондай емес. Өзін төбеге қою, это значит, өзінің мақсаттарын, өзінің армандарын, өзінің нуждаларын, потребностарын сыйлау. И біз басқа адамға, қоғамға болсын, кез келген адам болсын, өзіміздің жақын адамымыз болсын, ол адамға шынайы жақсылық істей алмаймыз. И егер өзіміз бақытты болмасақ, өзімізді махаббатпен, рахатпен толтырмасақ, басқа адамға жақсылық істей алмаймыз. Барлық істегеніміз пустышка болып шығады. Себебі біз басқа адамға жақсылық істегенде қандай мотивациямен істейміз? Мысалы, істегім келеді, поэтому я это делаю. Или жұрт не ойлап қалады, мен жаман адам болып қалам ғой оның көзінше. Жұрт не айтады деп, сондай мотивациямен істесек, біздің істеген тірлігіміз ешқандай жақсылық әкелмейді ол адамға. Егер біз қараңыз, чтобы помочь другому человеку или сделать добро для другого человека, мы должны быть сами наполнены любовью к себе, өзімізге, өзіміз сүю керекпіз, өзіміздің энергиямыз мол болу керек. То есть дефициттен беру емес, профициттен беру деген сөз. Избыток, от избытка біз басқаларға жақсылық істей аламыз. И бұл жақсылықтың құны болады, потому что от души жасаймыз.
көбіміз айтуы мүмкін, ну, я и так помогаю своим родственникам, друзьям, коллегам, от души же помогаю. И сол кезде қайттан вот вопрос нужно себе задавать, мотивация туралы. Не үшін оны істеймін? Мені мақтасын деп, басқалар мені жақсы екенімді көрсін деп па, әлде реально от души ма? От души істелінген нәрседен, мысалы, біз рахмет күтпейміз. И ондай нәрсе істеу үшін, вот от души и рахмет күтпеу үшін бұл өте жоғары уровень. Ондай уровеньге бәріміз жете бермейміз. Сол үшін мотивация болу керек. Не үшін істеймін? Маған бұл полезно ма? Маған полезно ма? Басқаға емес, маған. Егер маған полезно, маған ұнайды, и дальше біз көреміз. Бұл қоғамға полезно нәрсе ма? Иә. То есть осы сұрақтардың мотивация осы сұрақтың бәріне жауап береді. Итак, бүгін вообще вот эта тема адам не үшін жаратылған. Бұл өте үлкен тема, бұған 20-200 видео түсіруге болады. Поэтому бұл теманы 2 видеоның ішінде полностью охватить нельзя. Бірақ мотивацияны айтпасам да болмайтын еді. Мотивация обязательно керек. Бақытты сезіну үшін, рахат алу үшін. Әр тірлікте қандай рахат маған бар деп сұрақ қойып тұру керек. Итак, вроде бәрін айтқан сияқтымын сценарий бойынша. Жарайды, інжілерім, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыз. Маған лайк басуға және каналыма қосылуға ұмытпаңыздар. Маған бұл өте маңызды. Вы вдохновляете меня снимать еще больше полезных видео. Менің бірінші каналыма сілтеме астында қойып қоямын. Инстаграмына да сілтеме бар. Келесі кездескенше, сүйікті достарым.